Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет әрі әдемі болып көрінетін сметаник пирогын жасайтын боламыз. Яғни қаймақты пирогты жасайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Алда талай жақсы рецепттер шығатын болады. Ал енді пирогымызды дайындауға кірісейік. Ең алдымен бізге керек бір дана жұмыртқа қажет, және де ұн, қант, қамыр қопсытқыш және сары май қажет болады. Сары май бөлме температурасында еріген болу қажет. Ең алдымен жұмыртқамызға қантты қосып, оның үстіне еріген сары майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Барлығын біріктіріп араластырып болдық. Енді електен өткізілген ұнымызды саламыз және де қамыр қопсытқымызды салатын боламыз. Енді барлығын қолымызбен жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз жақсы жұмсақ болып иленді. Енді осы қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа қоя тұратын боламыз. Ал енді біз начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге сметан қажет болады, яғни қаймақ қажет, және де сгущенка қажет болатын болады. Барлығын өлшеп аламыз. Мен бұл рецептердің барлық мөлшерін осы видеоның астына жазып кететін боламын. Сметаны мен осы сгущенканы бірге қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, біз барлығын дайындап алдық. Енді осы табамызға осы қамырларымызды салып шығатын боламыз. Мен қамырды екі бөлікке бөліп алдым. Бір бөлігін кішкене бөлікке бөліп, қалған бөлігін осы табамызға жайғастырып шығатын боламыз. Ал кішкене ғана бөлікті осы қамырларымыздың шет-шеттерін әдемілеп жайғастырып шығатын боламыз. Қамырларымыздың барлығын салып осылай жасап болғаннан кейін арасына сметанигімізді қосатын боламыз. Және де мен кепкен мейізді пайдаландым. Барлығын осы қамырлардың арасына қосып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей қылып, сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей достар, біз барлығын дайындап алдық. Енді пирогымызды 180 градуста 20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Достар, біздің пирогымыз дайын болды. Өте керемет, иісі әдемі болып шығып тұр. Дәмі де керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең оңай әрі тез жасалынатын пирогтардың бірі. Барлықтарыңызға ас болсын.